елімізде 3 жылға жуық рухани жаңғыру деген арнайы бағдарламамен бүкіл еліміздің қоғамдық санасын жаңғырту жөнінде үлкен шаралар жүзеге асырып жатыр. Соның ішіндегі ең бір тиімді, ең бір оңтайлы ұйымдастырылған шара осы тұлпар мініп туалған деген шара болу керек деп ойлаймын мен. Өйткені қазақтың арғы бергі тарихын қарасақ, ұлан ғайыр қазақ фольклорының ішіндегі ең көркемі, ең маңыздысы, ең мазмұндысы ол эпостық жырлар. Соның ішіндегі бүкіл қазақтың рухын көтеріп жүрген, тарихи санасын сақтап жүрген, елдің жігерін көтеріп отыратын ең тамаша жырлар бұл батырлық жырлары. Осы батырлық жырлардың арқасында біздің елдің рухы ешқашанда төмен түскен емес. Осы батырлық жырдың арқасында біз тәуелсіздіктің кезеңінде жаңа бір кезеңге көтерілдік. Міне осы батырлық жырлардың рухын жас ұрпаққа қалай жеткіземіз деген төңіректе ойланған кезде мына жаңа жоба осы оқушылардың арасында жыр айту дәстүрін қайтадан қалпына келтіру. Жас ұрпақтың арасында сол жырдың түп тұңғиығына қайта бойлату мәселесі осы жоба арқылы қатты серпіліс әкелді ғой деп ойлаймыз. Өткен жылғы жобаны өздеріңіз білесіздер, бүкіл елімізде мыңдаған оқушылар осы жобаға қатысты. Оқушылармен қоса ата-аналар да қатысты, ата-аналармен қоса мұғалімдер де қатысты. Енді тіпті мұғалімдер емес, бүкіл әкімдіктердің бәрі осы жобаны қолдап отыр. Бұл деген бүкіл еліміздегі рухани жаңғырудың үлкен серпіліс әкелгендігін көрсететін жоба. Алматы қаласы бұндай мәдени шараларға әрқашанда алдыңғы қатардан табылады. Өткен жылдағы осындай жоба өте жақсы ұйымдастырылды. Биыл да жақсы ұйымдастырылып жатыр. Жас ұрпақ өзінің ұлттық рухына әрқашанда берік болсын. Рахмет сіздерге. Үлкен рахмет ағам.